Адыраспан тұтату. Діни аңыздарда адыраспанға кие бітірген Әзіреті Мұхаммед пайғамбар делінеді. Ертеде 4 шадиярдың бірі, Әзіреті Оспан әскері бастап жорыққа шығыпты. Жолда бір жерге түнейді. Түнде жаулары тыңшы жіберіп, байлаулы отырған аттарын босатып, жан-жаққа шашыратып қуыпты. Түнімен азан-қазан болып, сахабалар аттарын іздейді. Ертесіне Оспанның атының шылбыры бір түп адыраспанға оратылып қалған көрінеді. Оның кісінеген дауысын естіп, өзге аттардың бәрі сол араға жиналған екен. Оспан да серіктерін ертіп, жылқының дауысы шыққан жерге келеді. Қараса, барлық жылқы бір жерге үйіріліп тұр екен. Оспан адыраспанды дорбасына салып алады. Сол жорықта жолы болып жеңіспен оралады. Елге келген соң Мұхаммед пайғамбарға болған жайды баяндайды. Пайғамбар: "Бұл шөптің аты қалай?" деп сұрайды. Оспан: "Мұны адыраспан деп атадым" деді. Пайғамбар: "Ұлық Құдай бұл шөпті себеп қылып бір апаттан сақтапты. Бұдан кейін де адыраспан менің үмбетіме игілікті қызмет етсін" деп аят оқып, шөпке дем салған екен. Содан бері адыраспанға емдік қасиет дарыпты. Осыған орай ел ішінде "Ассалаумағалейкум, адыраспан, атыңды қойған екен Әзіреті Оспан. Пайғамбар дұғасынан нәр алған соң өзіңе келіп тұрмын жол алыстан" деген сөз қалыпты. Содан бері жұрт адыраспанды киелі, пайғамбардың қолы тиген қасиетті өсімдік деп санапты. Оның қураған сабақтарын тұтатып, үйдің ішін аластайды екен.